Өйткені әлгі ел аралаған сыншы келетті, қанша дүниенің төрт бұрышын аралап жүріп, әлемнің мәдениетін танып көрдік, ұлттық дүниелерін жоғары ұстайтынын сеземіз. Енді біз өз елімізде отырып, кейде осы жеп атқан кішкентай ғана балалардың кәмпитінің өзінде қазақша атауы жоқ. Шетінен қарасаңыз сол көнеден орыс тілінде, қазіргі кезде шет елдің тілегі кәмпит, неше тәтті тағамдарының атауының өзі де басқа тілменен аталып келе жатты. Ішіміз ашиды. Содан кейін мынау ұлттық тағамдар, жаңа Ахмет досымыз керемет айтып жатыр ғой. Қаншама шетелден достарымыз келіп жатса, осы үйге апарып қана күтеміз, осы ел болып, жұрт болып, жамағат болып күтетін осындай үлкен дастарханда сағынысып, осыны күтіп жүргенге біраз жылдар болған. Одан кейінгі жаңағы біз көптеген ұлттық тағамдарымызды ұмыта бастадық. Баяғы әжелердің қолынан әдемілеп, қолының табы түскен құрттарды жеуші едік. Әдемі қатықтарды езіп беріп, неше түрлі қуырдақтарды беріп, қарын қуырдақтан бастап, соның барлығы біздің таңлайымызда дәмі кетпей жүрген. Енді мінекей сабақ дейіне сәтімен дейді, ақа мынау үлкен шаруаның басында осы санаулы күндердің бері қаратай жаңағы біліп естіп жатырмыз. Мінекей бүгінгі тағы да бір қазақтың керемет қара шаңырағы екінші мына жерден көтеріліп жатыр. Ерке ұлан бауырым міне өнер жастан дейді, айналайындар, сендердің кеуделеріңде мен деген дүние бар екен, сол менді жоғалтпаңдар. Біз енді жай ғана бір жерге тамақ ішіп, тамақты жаңа қарын тойдыруға келетін орын емес. Мен ойлаймын, бұл жердің бәрі мәдениет орталығы болу керек шығар. Мұнда керемет осы қолына қарт қобызыменен киелі домбырасын құшақтап, сырнайын құшақтап жүрген алдыңғы ортаңғы кейінгі буын өнерпаздар бар. Мүмкін солардың өзін осында жинастырып, қарттарымызды, үлкендерімізді жинап алып, керемет термелерімізді тыңдап, анау ғасырдан келе жатқан әндерімізді тыңдап, үлкен буын менен кіші буынның өнерпаздардың басы қосылып, өнер сабақтастығы деген дүниенің алтын көпірі болатын Қара Орда осы.